Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сіздермен маңызды әрі қызықты әдіс туралы сөйлесеміз. Сіздер күн сайын мыңдаған ойларды ойлайсыздар, бірақ олардың көбі артық және қажетсіз екенін білесіздер ме? Ғалымдардың зерттеуіне сәйкес, адам күніне шамамен 6200 әр түрлі ой ойлайды. Бұл ойлар сіздің санаңызды шаршатып, шынайы шығармашылығыңыз бен ішкі тыныштығыңызға кедергі келтіруі мүмкін. Сіздерге өзім жиі қолданатын өте қарапайым, бірақ тиімді әдіс туралы айтқым келеді. Фрирайтинг, яғни еркін жазу техникасы, бұл әдіс сіздің артық ойларыңызды қағазға түсіріп, ішкі тыныштыққа қол жеткізуге көмектеседі. Еркін жазу техникасы өте қарапайым. Фрирайтингті бастау өте оңай. Таймерді 10-15 минутқа орнатыңыз. Жазу құралдарыңызды дайындап, жайлы орныңызды табыңыз. Тақырып таңдап немесе бос беттен бастаңыз. Үздіксіз жазып отырыңыз, қателіктерге немесе грамматикаға назар аудармаңыз. Таймер тоқтаған кезде жазғаныңызды қарап шығыңыз және жаңа идеялармен немесе инсайттарды анықтаңыз. Фрирайтинг сеанстарыңызды тиімді ету үшін бірнеше кеңес. Жазу кезінде ешқандай сын немесе түзетулер жасамаңыз. Қайта бастау үшін бірнеше промпттарды пайдаланыңыз. Фрирайтингті күнделікті әдетке айналдырыңыз. Бұл сіздің шығармашылық қабілетіңізді арттырады. Бұл процесс бірнеше артықшылық береді. Бірінші, ойларды реттеу. Санадан тыс жүретін қажетсіз немесе мазасыз ойларды қағазға түсіру арқылы сіз ішкі ой ағынын ретке келтіресіз. Бұл миға түсетін жүктемені азайтып, маңызды нәрселерге назар аударуға мүмкіндік береді. Екіншіден, эмоцияларды босату. Еркін жазу сіздің ішкі күйзелісіңізді босатуға көмектеседі. Жазу барысында эмоцияларды сыртқа шығып, сіз өзіңізді жеңіл әрі тыныш сезінесіз. Үшіншіден, шығармашылықты арттыру. Ойды еш шектеусіз жазу сіздің креативті ойлауыңызды дамытады. Бұл әдіс жаңа идеялар мен шешімдерді табуға септігін тигізеді. Төртіншіден, өзін-өзі тану. Жазылған мәтінді кейін оқып, өзіңізді қандай ойларға жиі оралып жатқаныңызды байқайсыз. Бұл сіздің ішкі сезімдеріңізді, армандарыңызды және ойларыңызды жақсырақ түсінуге көмектеседі. Еркін жазу техникасы арқылы санаңызды тазартып, менталдық және эмоционалдық жағынан жеңілдеп қана қоймай, өзіңізді тереңірек тануға жол ашасыз. Мұны күнделікті әдетке айналдыру арқылы сіз ішкі үйлесімділікті сақтап, маңызды мәселелерге барынша зейін қоя аласыз. Егер сіз осы әдісті тәжірибеде байқап көргіңіз келсе, бүгіннен бастап фрирайтингті күнделікті әдетке айналдырыңыз. Қағаз бен қаламды алып, ойларыңызды еркін жазу арқылы өзіңізді қалай сезінетініңізді көріңіз. Бұл видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылыңыз. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.